Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сұлы печеньясын дайындайтын боламыз. Ерекше рецептпен банан қосып жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа бір бананды саламыз, оны шаншқымен дәл видеодағыдай езіп аламыз. Бананның өте жақсы жұмсақ болып піскені өте ыңғайлы, бізге жақсы езілетін болады. Үстіне бір жұмыртқаны саламыз, қантты саламыз, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасында жұмсап тұрған сары майды саламыз. Оны да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді біз ұнды дайындап аламыз, яғни овсяная мука. Біз овсяная хлопьяны кез келген блендердің көмегімен езіп майдалап, дәл осындай көрініске келтірсек болады. Оның үстіне шым-шым тұз, қопсқыш, корица саламыз, оның үстіне ванилин қосамыз, сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Оның барлығын салмаймыз, аз-аздан салып, дәл осылай араластыратын боламыз. Сосын оның қалған бөліктерінде қосып, қолымызбен араластыратын боламыз. Қою қамыр дайын болады, бізде қолға жабысатын болады. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін 10-15 минутқа қойып қойсақ, жұмыс істеуге ыңғайлы болып, кішкене қоюласатын болады. Енді қолымызды сулай отыра, дәл осындай домалақтар жасап аламыз. Үлкен не болмаса кіші жасау өз қалауларыңызға қарай. Дәл осылай қолыңызды сулап жұмыс істесеңіздер, қолға жабыспай өте ыңғайлы жұмыс жасайтын боласыздар. Менде барлығы болып 20 дана орташа көлемдегі печенье шықты. Енді тағда қолымызды сулай отырып, печеньяның үстіні дәл осылай тегістеп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар, әркімде әрқалай, үсті қызарып бір тегіс болып шыққан кезде алатын боламыз пештен. Менде 20 минут уақытта дайын болды печенье. Дәл осылай үстілері қызарып, кішкене көлемі үлкейіп, пісіп шығады бізде. Кішкене суытып барып, дастарханға тартсаңыздар болады. Өте дәмді, ерекше, балаларымызға өте пайдалы печеньеміз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса сіздерге менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға жіберіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, қызықты рецепттерді көріп отыратын боласыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.